Сәлем достар. Бұл видеода әулет құпиясының 9 және 10 сериясына шағын шолу болады. 9000 подписчикке аз қалды. Тіркеліп қолдап жіберсеңіздер. Доған Бихрамның тауарларын іздестіруде. Ал Бихрам жарасын өз дәрігеріне қаратуда. Және Бихрамға Доған емес өзі шабуылдаған екен. Бұның бәрі Чагланы қорқытып, Доғанды жаман көрсету үшін жасалған. Көреміз Чагла шынымен де Доғаннан алыстай ма екен. Доған Бихрамға қоңырау шалып, оның тауарларын тауып алғанын айтып, оның көз алдында өртеп жіберді. Ал Мелектің түрмедегі жағдайы жақсы емес. Құдай сақтап, Чагланың танысы келіп Мелекті қорғап қалды. Чагда әр кездегідей Доғанға Бихрамға жолама деп кеңес беруде. Доған қайдан білсін, Чагланың шын ойы Доғанды құтқару емес Бихрамды қорғау екенін. Доған жеке жайға келеді, отбасы мүшелеріне сақ болыңдар деп ескертеді. Ал Чагла Доғанның тәтесіне барып, Доғанды тоқтат деген сияқты әңгімелер айтады. Бұл жері енді қызық. Чагла Доғанды кішкене қызғанып қалады. Ал Доған тарапынан Чаглаға деген қызығушылығын көріп жатқан жоқпын, тек қарындасы сияқты қабылдайтын сияқты. Йылдыз бен Чаглаға сырттан қарағанда бір-біріне күшті ақ келеді. Йылдыз тоже Чаглаға жақындамақ болды, бірақ Чагла нақты шекарын қойды. Алтын ханым Синанды көруге түрмеге аттанбақшы. Махинур Синанды ойлап, Синан Махинурды ойдап екі жақтан қайғырып отқанда Алтын жетіп келеді. Доған енді нақты Измирдегі ауруханадан жұмыстан шығып, осы жақта қалатынын айтуда. Чагла Дидеммен сөйлесіп, оның Синандың ізіне түсуі керектігін айтуда. Доған жасырын түрде түрмеге кіріп Мелекпен кездесті. Чагла Синанды түрмеден шығарып алды. Бұл әріне Йылдызға ұнаған жоқ. Йылдыз бен Чагланың арасында конкуренция басталды. Ламия Чувашты шақырып Чагланың оған ұнамай жатқанын айтты. Чагла туралы ақпарат іздеп тап деп жұмсады. Сифа көшеде жылап отқан кезде Нургүл оған кофе алып келіп кішкене жұбатты. Сифа оның жанында қалып әңгімелескенін қалады. Доғанның адамы Фикрет Бихрамның офисіне кіріп, бір пайдалы зат бар ма жоқ па іздеп жатыр. Доғанда Йылдыз бен Чагланың арасындағы арасыздықты байқап сұрауда. Сол кезде Бихрам Доғанға қоңырау шалып, полиция бөлімшесіне барып, кінәсін мойындамайтынын айтуды, тіпті Доғанға Мелекті қорқытып жатқан видеосын көрсетті. Ал Чуваш бүкіл көшеден Чагла жайлы ақпарат жинап жатыр. Генджо Мелектің видеосын көріп қалып, Бихрамға қызды тыныш қой деп айтуда. Бихрам Доған оның есірткі тауарын тауып алды деп ойлап дереу полицияға жеткізген болатын. Типа тауар Бихрамдікі емес Доғанкі сияқты көрсету үшін. Бұл айласы іске аспады. Өйткені Доған оны алдын ала ойластырып қойған болатын, есірткінің орнына әртүрлі ойыншықтарды салып қойған болатын. Йылдыз түрмеде Мелекті қорқытып жатқан тұтқынды өз жағына тартып жатыр ақша беріп. Әрі Мелекті отбасымен кездестірді. Алтын мен Синан деген екі әпенді тағы бір нәрсе былықтырып жатыр. Оны сырттан Дидем көріп фотоға түсіріп жатыр. Фикрет тапқан құжатын Доғанға алып келіп берді. Чагла қорқуда. Ішінде Чагланың өтірігі ашылатын нәрсе бар ма? Доған бір фотоны көрді. Және Чаглаға қарады. Сол кезде оларға шабуыл жасады. Барлығы солардың артынан кеткен кезде. Чагла сол фотоны алып жасырмақшы болуда. Бірақ сәтсіз Чагла есінен талып қалды. Доған шынымен де Чагланың өтірігін біліп қойды ма? Келесі серияда көреміз.